Сәлем достар. Мына фотоға қараңызшы. Адамның өлген денесін көріп тұрсыздар ма? Көрмедіңіздер ме? Олай болса, бұл жағдай қалай болғанын осы видео барысында түсінетін боласыздар. Видео басталмастан бұрын лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздерші. Алдын бір видеомызда бізді 90%-ға жуық адам тіркелмей көреді деген едік. Бүгінгі таңда ол көрсеткіш 80%-ға дейін түсті. Әлі де арнамызға тіркелмей көретін жандар болса, өтініш, тіркеліп кетейік. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз адамның ойлауы қиын, бірақ өте ауыр жағдайда өлген бала туралы айтатын боламыз. Сіз сұмдық өлімдер тек пункт назначения фильмінде ғана болады деп ойлайсыз ба? Онда қателесесіз. Бұл 14 жасар Харли Дили. Ол өлгеннен кейін полициялар оның денесін 3 аптадан соң сұмдық жерден тапқан. 2019 жылы 29 желтоқсан күні Харли таңертең сабаққа кетеді. Бірақ ол сол күні мектепке де, үйіне де барған жоқ. Келесі күні әкесі баласының жоғалғанын полицияға хабарлайды. Жоғалғаннан 5 күннен кейін полиция камерадан көрінген Харлидің фотосын табады. Бұл Харли жоғалатын күні түсіп қалған. Сағат шамамен таңғы 6-7 шамасы. Соңғы рет Харли осында киімде болыпты. Сосын 3 аптадан соң полиция адам шошырлық сұмдық нәрсені көреді. 2020 жылы 13 қаңтар күні кешкісін Харлидің үйінің алдында көптеген полиция жиналып қалады. Олар Харлидің үйіне жақын жердегі 2 қабаттық үйді зерттейді. Полиция үйге кіргеннен соң Харлидің осында болғанына көздері жетеді. Өйткені үйдің 2-ші қабатынан оның көзілдірігі табылды. Және жерде оның киімдері жатты. Полицейлер оның сырт киімін есікке іліп қояды. Олар үйді, жертөлені толықтай қарағанымен нақты ештеңе таба алмады. Қызығы, полицейлер үйге келген кезде үй кілттеулі тұрған еді. Онда ол жерде баланың киімдері мен очкиі қайдан жүр? Киімдерді қарасақ, сырылған, тот жеген секілді. Ал көзілдірік шаң-шаң болып жатыр еді. Шамамен киімнен 60 см алыс жерде металл қақпақ жатыр еді. Қабырғада еденнен 180 см биік жерде бір тесік тұр. Түсінуімізше, бұл сол жердің қақпағы. Оның диаметрі 15 см. Оның ішіне камера салып, не бар екенін көрейін десе, суреттер анық шықпайды. Полицейлер одан ары қарай дұрыстап қараса, сұмдық нәрсені анықтайды. Оның ішінде адамның денесі жатыр екен. Полицейлер ол жерді сындырып, Харлидің денесін табады. Бірақ ол оның ішіне қалай кірді? Бәлкім біреу әдейі түсірді ме екен? Ал киімдері қалай үйдің ішінде? Мынау үйдің сыртқы көрінісі. Шатырдан байқасаңыздар, кірпіштен жасалған мұржа тұр. Үйдің жанында теле антенна тұр. Ал мынау үйдің шеттен қарағандағы сызбасы. Мұржа шатырдан басталып, 2-ші қабаттан аяқталады. Үйдің ішінде камин болмағандықтан, мұржаға тек шатырдан ғана кіруге болады. Мұржаның жанында киім, көзілдірік және қақпақ жатыр. Жаңағы тесік болса, еденнен 180 см биіктікте екенін тағы да ескертейік. Харлидің денесі негізінен тесік жаққа қарап тұрады. Полицейлер кірпішті сындырса, денемен бірге фонарик, шұлықтар, аяқ киім жатыр екен. Ойланып қарасақ, Харли мұржаға құлап кеткен. Ал киімдер қайдан жерде жатыр десек, ол жаңағы тесік арқылы киімін сыртқа шығарып, сәлде болсын орын босатқысы келген. Мұржаның размері шамамен 23-33 см. Харли Дилиге байланысты мәліметтерге көз жүгіртсек, баланың бойы 144 см, салмағы 45 кг. Ол осындай кішкентай ғана ойысқа қалай сиіп кетті? Оған қоса сыртында киімі болса, кіруден бөлек шығу мүмкін емес десек те болады. Видео басында көрсеткенімізде, мына фотода адамның денесі бар деген едік. Өздеріңіз түсінгендей, ол мына жерде. Полицейлер қылмысқа байланысты ешқандай айғақ тапқан жоқ. Олардың айтуынша, бала алғаш теле антенна арқылы шатырға шығып, мұржаның ішіне түскен.
Бұл үй Харлидің үйіне қарама-қарсы орналасқан еді. Демек, Харли бұл үйде ешкім тұрмайтынын алдын ала білген. Мұржаның ішінен фонарик табылған еді. Бәлкім бала осының ішіне түсуді жоспарлаған болуы мүмкін. Ал мұржа екінші қабаттан таусылатынын ол білмеген болар. Харли өз үйіндегідей мұржа каминмен аяқталады деп немесе жертөлеге апарады деп ойлаған болуы мүмкін. Бойы 144 сантиметр, 45 килограммдық адам бұндай мұржаға сыйып кете ала ма? Дәл осыны шетелдік ютубер тексеріп көрген еді. Автор дәл сол мұржа секілді макет жасап, экспериментке өзінің 11 жасар ұлын қатыстырады. Оның да бойы Харлидікіндей 144 сантиметр, ал салмағы 40 килограмм еді. Эксперименттен біз шынымен де баланың сыйып кететінін көреміз. Бірақ өте қиын. Ол тігінен тексерді, егер бұрыштап кірсе сыйып кететін секілді. Ал шығу мәселесіне келсек, мүмкіндік жоқтың қасы. Ал киімдерін сыртқа дымоход арқылы шығарды деген едік. Харлидің бойынан шамамен 40 сантиметр биік жерден бала киімдерін шешіп сыртқа шығарады. Ютубта бұны да тексеретін видео бар екен. Автор өлшемі дәл сондай тесіктен сырт киімді қиындықпен сыртқа шығарады. Біреулер Харлиді соңына дейін түспей, мұржаның жартысында қысылып қалып, заттарын аяқпен шығарды дейді. 21 желтоқсан. Шамамен бала жоғалғаннан 42 сағат өткеннен кейін әкесі полицияға барады. Әкесінің айтуынша, Харли ата-анасына ашуланған. Себебі оның телефоны сынып қалып, ата-анасынан жаңасын алып беруін сұрайды. Ата-анасы оған, сен телефонға лайық болуың керек дейді. Негізі ондай жағдай бұрында болыпты. Харли бүгін үйден шықса, ертең таңертең үйге келеді екен. Әкесі ол кезде ешқандай полицияға бармапты. Офицер бұрын Харли өзін өзі өлтіруге тырысты ма деп сұрақ қойғанда, әкесі жоқ деп жауап берді. Харлидің YouTube арнасы да болыпты. Ол оны 2015 жылдың соңында ашқан. YouTube'қа ойындар мен өз өмірі жайлы влог түсіріп салатын болған. Арнасындағы соңғы видеоны ол 2019 жылдың 12 тамызында салған. Видеоның атауы Rip Harley Daily YouTube Channel. Ол видеосында жаңа арна ашатындығын және мақсаты 1000 подписчик екенін айтады. Жаңа арнасындағы алғашқы видеосында Харли 2 жылда 1000 жазылушыға жету мақсаты екенін жеткізеді. Бала өлмей тұрып арнасында шамамен 100-деген жазылушы еді. Одан соң бүкіл елге ақпарат тарағаннан кейін ғана подписчиктері көбейген. Бала жоғалмастан 10 күн бұрын видео салған. Описаниесінде 110 жазылушыға алғысымды айтамын деп жазған екен. YouTube'та Харлидің бірінші арнасынан өшірілген видео бар. Атауы I'm Scared. Қазақша мен қорқамын деп аударылады. Видеода бала анасымен болған ұрыстан соң үйден қуылғанын айтады. Анасы есікті кілттеп кетіп қалыпты. Харли қарны аш екенін және анасы телефонды алмайтынын жеткізеді. Көптеген адамдар Харлидің мұржаға өзі түспегенін айтады. Ал сонда іште фонарик неге жатыр? Түсініксіз. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Харли шынымен де мұржаға өзі түскен болуы мүмкін бе? Комментарийге жаза кетейік. Баланың мұржаның ішіне түскеннен кейінгі көрген сезімдерін елестетудің өзі қиын. Не де болса, аман жүрейікші. Еңбегімізді бағалап, лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. 20 000 жазылушыға үлкен алғысымызды айтамыз. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.